24 bölüm. Орнын толтыру умрасы. Мутадағы шайқас. Өзінен басқа сыйынуға лайықты Құдай болмаған ұлы Алла тағалаға мақтаулар болсын. Оның сүйікті құлы әрі елшісі Мұхаммадқа, оның жанұясына, оның артынан ерген барлық сахабаларға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Ассаламу алейкум, сіздерге Аллахтың рахымы мен берекесі болсын. Бәрімізге сүйікті болған пайғамбарымыздың өмір тарихын одан ары қарай жалғастырамыз. Худайбиядағы келісімнен кейін 1 жыл өтісімен пайғамбар мен мұсылмандар сол келісімге дейін жасай алмаған кіші қажылықтарын орындауға шықты. Онымен бірге әйел балаларды санамағанда 2000 адам шықты. Аллахтың елшісі өзімен бірге Худайбиядағы келісімде болған сахабаларға шығуларына әмір берді. Бұл кіші қажылық Умра әл-Қада деп аталады. Арабшадан аударғанда орнын толтыру немесе орындау умрасы деген мағынаны береді. Яғни мұсылмандардың жасай алмаған умрасының орнын толтыру немесе келісімнің шартын орындау болып табылады. Жолға қаза тапқан немесе шахид болып жан тапсырған мұсылмандардан басқа Худайбия келісімінде болған барлық сахабалар шықты. Олар пайғамбардың уәде еткен кіші қажылығын орындауға шықты. Олар Мединадан Зул-Хулейфа дейтін мекенге қарай шықты. Ол жерге жетіп, мұсылмандар киімдерін ауыстырып, ихрамға кіріп, «Я Алла, умраны жасау үшін мен сенің алдыңда тұрмын» деп айта бастады. Олар Меккеге бағыт алып, былай деп тәлбие сөздерін айтып жатты. «Я Алла, мен сенің алдыңдамын. Я Алла, мен сенің алдыңдамын. Сенің серігің жоқ. Я Алла, мен сенің алдыңдамын. Расында саған мадақ және барлық нығмет сенде. Сенің серігің жоқ». Имандылардың бәрі осы сөздерді қайталап келе жатты. Ал Мединаға кешегі барған мұхаджирлер сондай-ақ өздерінің туған өлкесін сағынып келе жатты. Пайғамбар Құрайштардың опасыздығынан сескеніп өзімен бірге кішігірім қару-жарақ алып шықты. Бірақ ол Меккеге қару-жарақпен бармады. Ол қару-жарағын Меккенің сыртында қалдырды. Оны күзету үшін 200 жауынгер қалдырылды. Осыдан кейін пайғамбар өзінің Қасуа деп аталатын түйесін ертіп Меккеге қарай бет алды. Онымен бірге әйел балаларды санамағанда 2000 кісі шықты. Олар тиым салынған үй Қағбаға жақындағанда көп құдайшылдар мұсылмандарды көру үшін үйлерінен шықты. Көп құдайшылдар бір-біріне «Қараңдар, Мұхаммад пен оның сахабаларына қараңдаршы, оларды Ясриптің безгегі әлсіретіпті» деп айтып жатты. Сол кезде пайғамбар көп құдайшылдарға мұсылмандардың әлсіз емес екендігін көрсету үшін өзінің сахабаларына оң иықтарын жалаңаштап, ашуларын және тауаптың алғашқы 3 айналымын тез жүріп орындауларына әмір етті. Сахабалар Меккеге «Я Алла, мен сенің алдыңдамын. Я Алла, мен сенің алдыңдамын. Сенің серігің жоқ. Мен сенің алдыңдамын» деген сөздерді қайталап келе жатты. Мұсылмандардың жүрегі Аллахтың тыйым салған үйі Қағбаны сағынып келді. Имандылар оны айналып тауап жасап жатты. Ал көп құдайшылдар оларға қарап тұрды. Оларға өкінішпен қарап жатты. Я, мұсылмандарды Ясриптің безгегі әсер етпепті. Мединада олардың жағдайлары жақсы екен. Оларға қараңдаршы, Қағбаны айналып жүгіріп жүр. Олардың ойлары сергек, бойлары күшке толы. Осының бәріне олар өкінішпен қарап жатты. Пайғамбар өзінің сахабаларына Қағбаны 7 рет айналуды әмір берді. Осыдан кейін ол Сафа мен Марва төбешіктеріне бет алды. Ол онда әдетте орындалатын амалдарды жасап жүгірді. Ол өзімен құрбандыққа 60 бас мал алып келді. Олар ұлы да құдіретті Алла үшін құрбандыққа шалынуға арналған еді. Пайғамбар Марва төбешігінде құрбандарын шалды. Ол құрбанды Меккенің кез келген жерінде шалуға болады деп айтты. Осыдан кейін ол сахабаларына шаштарыңды қырыңдар, не болмаса қысқартыңдар деп әмір берді. Сахабалардың бірі бастарын тықырлап қырды да, ал енді бірі шаштарын қиып қысқартты. Пайғамбар сахабалардың бөлігін қаруларды күзетуге жіберді, ал күзетте болған сахабаларға умраның амалдарын орындауға әмір берді. Пайғамбар Меккеде 3 күн 3 түн болды. Алла Тағала Құран аяттарында былай деген: Аллаху расулаху ар-ру'я бил-хаққ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Расында Алла пайғамбарының түсін ақиқат бойынша тура шығарды. Алла қаласа
аман есен әлбетте мәшшит қарамға шаштарыңды алдырып, не қысқартып бейбіт кіресіңдер. Алла сендердің білмеген нәрселеріңді білген еді. Сондықтан бұдан өзге бір жақын жеңіс нәсіп етті. 4-ші күні Құрайштар пайғамбарға Әли арқылы Меккеден шығыңдар деп айтып жіберді. Али пайғамбарға Құрайштардың сөзін жеткізіп, олар Меккеден шығып, Сахиф дейтін мекенге барып тоқтайды. Ол жерде пайғамбар Маймуна бин Хариске үйленіп, оны өзімен бірге алып кетеді. Керуен Мединаға оралып келе жатты. Пайғамбарға ислам қабылдауға ниет білдіріп, бір ер кісі келді. Оның аты Валид ибн Аль-Валид еді. Ол Халид ибн Валидтің ағасы болатын. Пайғамбар оның ислам қабылдағанына қуанып, оның ағасы Халид жайлы сұрастырып, оның ислам қабылдайтын уақыты болды ғой. Оның ақылы оны исламға алып келетін кезі жетті ғой деді. Валид пайғамбардың оның ағасы жайлы сұрастырғанына қуанды. Ол өзінің бауыры Халидке пайғамбардың ол жайлы сұрастырып, Халидтің ақылы оны исламға алып келетін уақыты болды ғой деген сөздерін айтып хат жазып береді. Халид ибн Валид ол уақытта ислам жайлы ойланып жүрген болатын. Бірақ сол уақытқа дейін шешім қабылдамаған еді. Мінекей Алла тағала ол арқылы оның жүрегін исламға ашқан түс көрді. Ол түсінде құрғақ нәрсіз жерден кең жасыл алқапты мекен жерге көшкендігін көреді. Халид Мединаға келіп, Абу Бакрге көрген түсін айтып берді. Абу Бакр оған көрген түсін: Аллахтың атымен ант етемін, я Халид, менің ойымша, бұл көп құдайшылдықты тастап, жалғыз құдайшылдыққа исламға көшуің деп жорып берді. Халид ибн Валид бірнеше жыл қатарынан пайғамбармен жауласқандығына қарамастан Меккеден Мединаға көшуді ұйғарды. Халидтің Ухуд соғысында мұсылмандармен қалай соғысқандығын өздеріңіз естеріңізге алыңыздаршы. Ол қаншама жылдар қатарынан мұсылмандарға қандай қиыншылықтар жасап еді. Ол сол кездің ең ұлы әскер қолбасшысы еді. Ал енді Халид, Аллахтың елшісінің қалынасы, Мединаға көшкелі жатыр. Ол сапарға шығар алдында Аллахтан жолдан серік қосуын сұрап дұға жасап шықты. Жолда ол өзі секілді Мединаға көшу үшін шыққан Осман ибн Талхан кездестірді. Сондай-ақ олар жолда Әмір ибн Алясты жолықтырды. Халид оған сәлем берді де, ол оның сәлеміне жауап қайырды. Осыдан кейін Әмір олардан қайда бет алғандықтарын сұрайды. Олар оған Аллахтың елшісіне бара жатқандықтарын айтады. Сол кезде Әмір: Аллахтың атымен ант етемін, мен де сендер секілді онымен жолығуды қалаймын деді. Сонымен олар 3 адам болды. Олардың бәрі Аллахтың елшісінің қаласына кіріп, пайғамбарға қарай жүрді. Оларды алыстан көрген пайғамбар Мекке өз балаларын сендерге тапсырды деді. Пайғамбар сапардан келген үшеумен бірге отырды. Олардың бәрі Аллахтың діні исламды қабылдады. Олардың бәрі ислам қабылдады. Халид, Әмір ибн Аляс және Осман ибн Талха олардың бәрі белгілі Құрайштардан, және олар Құрайштардың ішіндегі ақылды адамдар еді. Олар ұлы да құдіретті Аллахтың дінін қабылдады. Өзінің қылышын көптеген жылдар қатарынан исламға қарсы көтерген Халид ислам қабылдады. Ал енді оның қылышы Аллахтың қылышына айналды. Халид ибн Валид исламның туын көтеріп, өмірінің соңына дейін исламмен болып, өзінің бұрынғы жасаған күнәләрін жуып шайғысы келді. Я Аллахтың елшісі, деді ол, Аллахтан мен үшін өткен күнәләрімді кешіруін сұрап дұға жасап еді. Пайғамбар оған: я Халид, расында ислам оған дейінгі бүкіл күнәләрді кешіреді деді. Хижраның 8-ші жылы пайғамбар өзінің елшісін Шамдағы Бусра қаласының басшысына жіберді. Ол оған хат жазып жіберді. Жолда оның жолын кесіп, римдіктердің қызметінде жүрген Әл-Балқа қаласының әмірі Шурахбел ибн Әл-Ғасани шығады. Ол пайғамбардың елшісін ұстап, одан бүкіл ақпаратын алып азаптап өлтіреді. Шурахбел өлтіруге болмайтын елшіні өлтірді. Бұны естіген пайғамбар қатты ашуланды. Адамдар өздеріне зияны жоқ, соғысқа шықпаған пайғамбардың хатын жеткізу үшін шыққан елшіні қалайша өлтірген? Пайғамбар қатты ашуланып әскерін жинай бастады. Ол кезде ең құдіретті мемлекет болған римдіктермен соғысқа 3000 адам жиналды. Пайғамбардың елшісі Харис ибн Умейр әл-Астиді өлтіргендігі үшін оларды жазаламақ болды. Әскер дайын, адамдар қаруланған. Әскердің қолбасшысын тағайындайтын уақыт келді. Пайғамбар әскердің басында өзінің сүйіктісі Зейд ибн Харисті қойды. Пайғамбар: егер Зейд қаза тапса,
онда билікті Жафар ибн Абу Талиб алсын деді. Ол Эфиопиядан жаңа оралған пайғамбардың әкесінің бауыры еді. Ал егер Жафар қаза тапса, онда Абдулла ибн Раваха деп сөзін аяқтады пайғамбар. Әскер Византия мемлекетімен соғысуға дайындалды. Пайғамбардың өзі шайқасқа шығуға ниеттенбеді. Әскер пайғамбарсыз аттанды. Әскердің қатарында жақында ислам қабылдаған Халид ибн Уалид те бар еді. Әскер Алла жолында жихадқа шығайын деп дайын тұр. Басшылардың тізіміндегі үшіншісі Абдулла ибн Раваха жылап қоя берді. Одан сенің жылауыңа не себеп болды, я Абдулла деп сұрағанда ол Аллахтың атымен ант етемін деді Абдулла. Мен қорқып жатқан жоқпын және бұл дүниеге деген сүйіспеншілігім жоқ. Бірақ мен Алла тағаланың Құрандағы мына сөздерін есіме алып жылап жатырмын деді. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. Сендерден тозаққа кірмеген ешкім қалмайды. Бұл Раббыңның соңғы шешімі. Осыдан кейін біз тақуаларды құтқарамыз. Абдулла ибн Раваха бізге тозақта боласыңдар деп уәде етілді. Ал мен болсам, одан шығарыламын ба білмеймін деді. Ол жылап жатты. Ал адамдар болса оған және басқаларына Алла сендерді аман есен жеңіспен және олжалармен оралсын деп жатты. Абдулла оларға мен жайлы айтатын болсаңдар, мен бұны қаламаймын деді. Одан сонда сен не қалайсың деп сұрағанда ол оларға мына өлең жолдарын оқып берді. Мен Аллахтан мені кешіріп, қаным аққан үлкен соққыны сұраймын. Ол Аллахтан өзіне қан ағызатын қылыш соққысын тіледі. Ол жай жеңіс емес, соғыс алаңындағы шахид өлімді қалады. Абдулла ибн Раваха осындай сөздермен қоштасып жатты. Ол олжалы жеңіспен оралуды қаламады. Ол Алла жолында қатты жараланып, мерт болуды қалады. Сонымен әскер дайын болды. Олар ол кездегі күшті римдіктермен соғысуға алғаш аттанды. Әскер аттанды. Пайғамбар оларды Саниятүл Уада дейтін мекенге дейін шығарып салды. Әскер Мута дейтін мекенге қарай бағытталды. Пайғамбар оларды шығарып салып оларға балаларды, әйелдерді, қарттарды және ғибадатханаларында құлшылық етіп жатқандарды өлтіруші болмаңдар. Сондай-ақ талдар мен құрмалы ағаштарды шаппаңдар және құрылыстарды күйретуші болмаңдар деді. Пайғамбар оларға Алла жолындағы соғыстың тәртіптерін түсіндірді. Харис ибн Омейр өлтірген жерге барыңдар деп пайғамбар сөзін жалғастырды. Оларды ислам қабылдауға шақырыңдар. Егер олар ислам қабылдаса, оларға тиіспеңдер. Ал егер қабылдамаса, онда олармен Алла жолында соғысыңдар деді. Мұсылмандардың әскері пайғамбардың сүйіктісі Зейд ибн Харистің басшылығымен жолға шықты. Олар Маан дейтін мекенге жеткенше Шамға қарай бағытталды. Ол жерде мұсылмандар орнығып, адамдарын римдіктердің әскерін жағдайын біліп барлауға жіберді. Римдіктер 100 мыңдық әскермен шықты. Содан кейін оларға жақын жердегі мекендерден 100 мың әскер қосылды. Римдіктердің әскерінің саны 200 мыңға жетті. Бұл хабар мұсылмандарға жетті. 3 мың әскер 200 мыңға қарсы. Олар қарсыластары мұншалық көп болады деп ойламаған еді. Мұсылмандар не шара қолданатындықтары жөнінде кеңес үшін жиналыс ашты. Олар не істемек? Олардың кейбірі қайту жайлы ұсыныс жасады. Кейбірі пайғамбарға хабар жіберіп, олармен ақылдасуды жөн көрді. Бұл жиналыста Абдулла ибн Раваха сөз алды. Ол, «Я адамдар, сендер қазір қаламай жатқан дін үшін өлім, осы шайқастың ең басты мақсат емес пе? Сондай-ақ біз адамдармен олардың сандары үшін соғысып жатқан жоқпыз ғой. Біз Аллахтың бізге тарту еткен діні үшін шайқасып жатқан жоқпыз ба? Я халайық, не жеңіс, не иман үшін өлім. Аллахтың ризашылығымен соғысайық деді. Адамдар Абдулла ибн Равахтың ойымен келісті. Мұсылмандардың 3 мыңдық әскері қарсыластарымен кездесетін орын Мута мекеніне қарай бағытталды. Мұсылмандар сол жерде орнықты. Римдіктердің де әскері сол орынға қарай жылжыды. Мұсылмандарға қарсы 200 мың жауынгер шықты. Олардың қадамдарынан жер сілкінді. Ал мұсылмандардың саны бар жоғы 3 мың адам болды. 3 мың 200 мыңға қарсы. Римдіктердің әскері үлкен теңіз секілді болды. 3 мың жауынгерлік мұсылмандардың әскері үлкен теңіз тәріздес. Римдіктердің әскерінің жанында тамшы судай ғана еді. Дегенмен, мұсылмандар Аллахтың сыйына үміт артқан сабырлы жандар еді. Мінекей, шайқас басталғалы тұр. Қазір соғыс алаңында 2 әскер жолыққалы тұр.
Қазір 200 мыңдық жауынгері бар әскер, 3 мыңдық сарбазы бар мұсылмандардың кішігірім әскеріне қарсы шайқас қалып жатыр. Шайқас басталды. Мұсылмандар шайқасқа бар күшімен кірісті. Оларды алға ту көтеруші әскер басы Зейд ибн Харис бастады. Аллаху акбар, Алла ұлы, шабыңдар яқалайық деп ұрандатып жатты ол. Алға Аллахтың елшісінің сүйіктісі шықты. Ол әскер басы, римдіктер Зейд ибн Харисті қоршап, ол мерт болғанша онымен шайқасты. Мұсылмандардың арасынан әскер басы ең бірінші болып қаза тапты. Зейдтен кейін туды Аллахтың елшісінің әкесінің бауырының баласы Жафар ибн Абу Талиб алды. Ол Алла жолындағы шайқасты жүргізіп жатты. Шайқаста римдіктер оның оң қолын шауып түсірді. Бірақ ол шегінбестен шайқасын ары қарай жалғастырды. Басқа мұсылмандар да Аллахты ұлықтап, бір-бірін қолдап шайқасып жатты. Жафар оң қолын шабылған соң туды сол қолын алып шайқасып жалғастырды. Ол қолын шабылғанына көңіл бөлмеді. Қан сауғалап ағып жатты. Ал найзалар мен жебелер оған қарай ағылып ұшып жатты. Ол теріс бұрылмастан бәрін өзінің кеудесіне қабылдап жатты. Оның сол қолында шапты, бірақ мұсылмандардың туы жерге құламады. Жафар оны білегімен денесіне қысып жерде отырып, ұстап тұрды. Ал жебелер мен найзалар оның денесіне сұғылып жатты. Жафар жерге құлап, мерт болғанша сұғылып жатқан жебелер оған қарай атылып жатты. Пайғамбар ол туралы: мен оны жәннаттың үстінде қанаттарымен ұшып жүрген көрдім деген. Алла Құранда былай деген: Минал муъминина رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Мүміндерден Аллахқа деген уәделерін шындыққа шығарған ерлер бар. Олардан кейбіреу жанын құрбан қылды, және кейбіреу күтуде. Олар серттерін әсте ауыстырмады. Жафар мерт болды. Адамдар, үшінші қолбасшы Абдулла ибн Раваха қайда? Абдулла қолына туды алды. Бірақ римдіктердің қалың қолын көргенде сескеніп тұрып қалды. Сол кезде ол мына өлең жолдарын оқи бастады. Жаным менің, сен міндетті түрде шығасың деп серт бердім. Мен неліктен сенің жәннатқа кіргің келмей тұрғанына таң қалып тұрмын. Адамдар айғайлап жатқан жоқ ба? Жаным, сен қазір өлмесең де бәрібір соңынан өлесің. Осыдан кейін Абдулла Аллах толықтай адамдарға алға деп айғайлап жаудың қалың қолына сүңгіп кетті. Ол қаза болғанша шайқастың қызу ортасында соғысты. Пайғамбардың тағайындаған 3 қолбасшысының бәрі қаза тапты. Пайғамбардың сүйіктісі Зейд ибн Харис қаза тапты. Жафар қаза тапты. Абдулла ибн Раваха да қаза тапты. Қолбасшылар саптың алдында шайқасқан еді. Осы 3 сахабадан кейін пайғамбар қолбасшылыққа ешкімді тағайындамаған болатын. Мұсылмандар шайқасты қолбасшысы жалғастырды. Қырғын шайқас жалғасып жатты. Ал римдіктердің күші мұсылмандардың күшінен бірнеше есе артық. Бірақ бұған қарамастан мұсылмандардың сағы сынбады да құдіретті Аллахтың жолындағы шайқасын жалғастырып жатты. Олар Алла жолында көрген қиыншылықтарынан кері шегінбеді де әлсіздік танытып оларға бойұсынбады. Туды қолына Сәбит ибн Ахрам алып: мұсылмандар, араларынан біреуді таңдаңдар деді. Сол кезде мұсылмандар: сен Сәбит, қолбасшы бол деді. Олардың бұл ұсыныстарына ол бұл іс қолына келмейтіндігін айтты. Сол кезде адамдар Халид ибн Валид деп айғайлай бастады. Ол Аллахтың қылыштарының бірі еді. Бұл Халид ибн Валидтің мұсылмандар жағындағы алғашқы шайқасы болатын. Халид қолына туды алды. Ол әскерistің шебері еді және көптеген шайқастарға қатынасқан болатын. Мұсылмандар Құран аяттарында айтылғандай шайқастарын жалғастырып жатты. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. Олар Алла жолында өлтіріп те, өздерде жан тапсырып шайқасады. Римдіктердің қаза тапқан жауынгерлерінің саны мұсылмандардың қаза болған жауынгерлерінен анағұрлым көп болды. Халид ибн Валид қолына қылышын алып, қылышы сынғанша шайқасты. Осыдан кейін ол қолына басқа қылыш алып, ол қылышта сынғанша шайқасты. Артынан ол: сол күні менің қолымда 9 қылыш сынды деген. Сахабалар күн атқаннан батқанша шайқасты. Олардың сағы сынбады. Алла тағала олар жайлы былай деді: ألم يهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. Сонда
бастарына келгенде олар босамады да осалдамады. Сондай-ақ именбеді. Алла қажырларды жақсы көреді. Мұсылмандар әлсіздік танытпастан Алла жолында кеңдігі жер мен көктей болған жәннат үшін шайқасып жатты. Халид 9 қылыш сынған соң мен қолыма иемендік ұзын пышақ алып шайқаса бастадым дейді. Күн батқанша оның ұзын пышағынан адамдар мерт болып жатты. Күн түскенде мұсылмандар мен римдіктер бір-бірінен шегінді. Халид қандай амал қолдануды ойластырып жатты. 200 мыңдық әскерге қарсы 3 мыңдық әскермен не істемек? Халид дана әскери жоспар құрды. Ол әскердің оң жағы мен сол жағын алмастырды және алдыңғы саптағы адамдарды артқы сапқа тұруға, ал әскердің арт жағындағы адамдарға алдыңғы жағына шығуға әмір берді. Бұл әскери айла еді. Римдіктер кешегі соғысқан адамдардың орнына басқа адамдар келгенін бірден байқады. Бұл оларға жаңадан келіп қосылған адамдар болып көрінді. Римдіктер мұсылмандарға Мединадан көмек келді деп ұйғарды. Олар мұсылмандарға көп мыңдық әскер қосылды деп шешті. Оларды үрей биледі. Бұл 200 мыңдық әскер еді, бірақ олардың жүрегіне үрей кірді. Өйткені олардың шайқасы Алла үшін емес еді. Ал 3 мыңдық мұсылмандар мықты еді, өйткені олар Алла жолында шайқасты. Осыдан кейін Халид ақырын шегіне бастады. Ал римдіктер болса оларды қумады. Олар оның бұл шегінісін шабар алдындағы айла деп шешті және мұсылмандарға жаңадан күш қосылды деп ойлады. Бұл Аллахтың қылышы Халид ибн Валидтің дана жоспары еді. Ол римдіктер мұсылмандарды қуып оларды жойып жібереді ме деп қорқты. Бірақ римдіктер мұсылмандардың әскерінің шарасынан қорқып, орындарында қалды да ал Халид болса кері оралды. Римдіктер де жауынгерлерінің саны 200 мың болғандықтарына қарамастан үйлеріне оралды. Халид ибн Валид әскермен үйіне оралған мүмкіншілік алды. Ол өзінің Алла жолындағы әскерін жойылудан сақтады. Ол жеңімпаз болып оралды. Олар шайқастың басынан аяғына дейін сақтар сынбастан мықты соғысты. Халид ибн Валид 3 қолбасшы қаза болған әскермен Мединаға оралды. Онда оларды пайғамбар қарсы алды. Пайғамбар өзінің жақсы көретін сахабаларының бірі Жақфар қаза болған соң, оның жанұясына барып, оның балаларын өзіне шақырып, оларды қолына алып беттеріне сүйе бастады. Олардың анасы пайғамбардың не істеп жатқанын көріп одан: "Я Аллахтың елшісі, сен Жақфар мен оның серіктері жайлы хабар алған секілдісің" деді. Пайғамбар оған: "Иә, олар қаза тапты" деп жауап берді. Жақфардың әйелі көзіне жас алып жылады. Сол кезде пайғамбар: "Егер сен балаларың нансыз қалады деп қорықсаң, онда мен олардың қамқоршысымын" деді. Пайғамбар Жақфардың жанұясының қамын өз мойнына алды. Осыдан кейін ол Жақфардың әйеліне оның күйеуінің жәннатта 2 қанатымен ұшып жүргенін көргенін айтып қуантты. Сондықтан оны қанатты Жақфар деп атап кетті. Пайғамбар қайғыруда еді. Жақфардың үйінен шығысымен адамдарға Жақфардың жанұясына тамақ дайындап беріңдер, өйткені оларға қайғы енді деді. Сондай-ақ шайқас алаңында пайғамбардың жақсы көретін адамдары Зейд бен Харис пен Абдулла ибн Раваха қаза тапқан еді. Сахабалар ол кездегі ең мықты мемлекетке қарсы соғысып оралды. Арабтардан ешкім римдіктердің мемлекетіне қарсы соғысатын біреу табылады деп ойламаған еді. 3 мыңдық мұсылмандар 200 мыңдықтарға қарсы шықты. Мұсылмандардың шығыны римдік христиандардың шығынынан анағұрлым аз еді. Сондықтан пайғамбар оларды шабуылдаушы деп атады. Иә, кейбір мұсылмандар қаза тапты, бірақ олар жайлы Құранда Алла тағала былай деді: "Алла жолында қаза болғандарды өлді деп санамаңдар. Олар тірі, әрі Раббыларынан ризықтарын алды." Осылай ислам тарихындағы тағы бір бет аяқталды. Римдіктердің абыройы осылайша төмендеді. Адамдар ислам бүгін ең мықты мемлекеттерге қарсы шыға алатындығын білді. Осыдан кейін пайғамбар мұсылмандарды болашақта Иерусалимдегі қасиетті үйді алатындығымен және Константинополь мен Римді жаулайтындығын айтып қуандырды. Пайғамбардан олардың қайсысын бірінші алатындығын сұрағанда ол Константинопольді бірінші алатындығын айтты. Бұны болашақта тарих растады. Осылай пайғамбар мұсылмандардың жігерін көтерді. Қаза болғандар мен жаралыларына қарамастан, мұсылмандар үшін кез келген істің соңғы игілік, жеңіс, не болмаса Алла жолындағы өлім. Ал біз болсақ, Аллахтың елшісіне Аллахтың игілігімен сәлем болсын деп, бүгінгі тақырыбымызды аяқтап, сіздермен қоштасқалы отырмыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.